сәлем. Айдар подкасттың жаңа бөлімінде бізде Unique Teacher, Мадина Teacher қонақта. Угадайте, как мы ее позвали. Ладно. Парасына қалдырып жазып жатқан. Мен қалмайсыз деп үміттенеміз. Подкаст жазып жатырмыз бүгін. Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Все круто, все ништяк. Можешь, да, будет на русском и на казахском так шала? Екі тілде сөйлей беріңіз, бірақ біз қазақ тілін дәріптеу ретінде осы подкастта ашқан сияқты едік, типа. Сөйлей беріңіз, қай тілде сізге? Sometimes English. Түркше деп па? Түркше, может быть, тоже, да. Сізді сайбей мақтаған. Мен Мадина teacher болды дегенде өте қатты қуандым деп. Жалпы жағдайыңыз қалай? Сабақтардан бөлек. Жалпы жақсы, магистратураға түстік. Не үшін түскенін білмеймін. Көзімді ашсам универде жүрмін. Бірақ егер сапалы, жақсы білім алғыларыңыз келсе, жақсы университет таңдау керек. Өзім кәсіби бағдар берушімін, физика мұғалімнен басқа. Сол үшін универді өте жақсы таңдау керек. Сіз түсірген әрбір адам өзінің махаббатымен, өзінің жүрегімен таңдаған филдына барған сонда? Әр адам мамандық таңдаған кезде өзін жақсы таныса, мамандық та тез таңдалады. И мамандықты таңдаған кезде мамандықты жақсы көру керек. Мысалы, өйткені сен әр күн сайын сағат 7-де тұруың керексің, бару керексің, жұмыс жасау керексің, кету керексің, и аптада 5 рет, иногда 6 рет. Сол үшін оны спокойно жасау үшін мамандығын саған ұнау керек. То есть сам себе будешь локомотивом. Никто не нужен, чтобы тебе пришел такой, давай, там, мотивация керек емес слишком. Өз-өзіне мотивация боласың. Сонда сіздің ойыңызша жалпы психологиямен кішкене байланысты болу керек, иә? Біздің мамандық таңдауымыз. Вообще, жалпы лицейде 17-18 жастар қыздар профориентацияны өте кеш бастайды. Мысалы, 11 класста бастайды, 11 класста, 10 класс. Ол өте кеш, по идее. Потому что профориентация жалпы 7 класстан басталу керек. 7 класстан тесттерден өту керек, мысалы, уже баланың өзінің андай ұнайтын хоббилері болу керек. Андай, мысалы, робототехника ұнаса, больше робототехника қатысу керек. Кодирование ұнаса, кодирование, окей, тіл жағы болса, тіл жағына қатысып дебаты дегендей өзі қарау керек. Бірақ бізде қандай сценарий келеді? Бізде сценарийда қыз келеді, 11 класс, өзі білмейді. И мен college counselor, not school counselor. School counselor айырмашылығы, school counselor көмектеседі сондай мәселелермен, мамандық таңдаумен. College counselor, то есть колледж, университеттерде қарастырады. Сосын бірақ біз лицейде обычно и school, и counselor, и психолог деп жүре береміз. 3 в одном. Видите, и unique teacher. Жалпы unique teacher. Сіз неге unique teacher сіз? Себебі біздің ойымызша сіз ең күшті физиканың мұғалімісіз деп па. Сонымен қоса college counselor өте күшті жасайсыз. Сонымен қатар сіздің инстаграмыңыздан көрсек болады. Барабанда ойнайсыз. Ол нәрсеге қалай келдіңіз? Жалпы мен лицей кезінде мұғалім боламын деп ойламадым. Мен бірінші мамандықпен мен инженермін. Сосын 3-ші курста менің тичерім, Камила тичер, hello, я ей скину ссылку. Она мне посоветовала достық образовательный центр. Сол жерге мен мұғалім ретінде кірдім, чисто ақша алу үшін. Студент, стипендия есть, плюс экстра деньги, типа очень заманчиво. Ақша керек емес. Вот именно. И вот солай достыққа кірдік, сосын достықта маған сабақ беру өте қатты ұнады. И мен 3-ші курста физика мұғалім боламын деп шештім. Сосын солай мен физика мұғалімдікке, жалпы мұғалімдікке солай келдім. То есть я считаю сама, что я более осознанно к этому пришла. То есть я поняла то, что мне нравится работать с детьми, мне нравится слушать их мнение, вот это вот разные кейсы. Вы же, каждый человек же индивидуален.
И каждая девочка, каждая девушка или мальчик, парень, неважно, разные они все, и очень интересно. И в то же время, если ты тичер, можно заниматься экстра вещами. Допустим, тичермен я еще профориентатормын ғой колледж концерт, ол жағын дамыта аламын. Плюс мысалы мен еще бос уақыт кезінде мысалға барабан деген нәрселермен қызығушылық таныта аламын да. И неге барабан? Өйткені мен кішкентай кезінен барабан өте әдемі көрінеді. И ойнаған кезде андай шаш күшті кетеді да. И өте әдемі көрінеді. И сол үшін менің жолдасым электрогитара ойнайды. И мен барабан ойнаймын, и біз солай иногда коллаборейшн жасаймыз. Можете чекнуть меня в Инстаграме. Так, выйдет, да, здесь этот? Надеемся. Жалпы барабанды получается күйеуіңізбен коллаборация жасау үшін сіздің өзіңіздің қиын. Жоқ, ол маған ұнады барабан. И плюс к этому то, что мен жолдасым электрогитара ойнайды, это как бонус приятный. Типа, да, это знаешь, что... Девушки, выходим замуж нормально. Осознанно. Так, получается, сіз только не профориентатор, еще и муж-ориентатор. Можно к вам за этим обращаться? Ну, вам еще рановато об этом думать, так учитесь. После универа. Да, наверное, уже семинар. Так, записываем номер. Жалпы осылай кетті, қызығушылығыңызға. Жалпы сізде барабаннан басқа не нәрсе қызығасыз? Может, фильм? Жалпы домбырамен қызығамын, бірақ менің саусақтарым кішкентай, сол үшін ол жетпейді. А так мен немен айналысамын? Плавание. Мен Ақтөбеге қатыстым, қазір кішкене перерыв алдым, не себептен? Суық и жаяу жүре алмаймын, потому что бізде ана жерде полностью тайғақ. Кішкене таксиге ақша құртқым келмейді, жақын жерде да. Сол үшін қазір қоя тұрдым, бірақ кішкене жылысын қайтадан жүзуге бару планым бар. Тренермен үйреніп жатырмын. Үйрендім. Сонда сіз жалпы мұғалім болу, ол сіздің жан-жақты болуыңызға көмектеседі, иә? Сол жағынан сізге ыңғайлы болғандықтан әртүрлі хоббимен айналыса аласыз. Иә. А егер инженер болсаңыз, мүмкін мынандай нәрселерге уақытыңыз болмайды. Жоқ, инженер деген кезде, по идее, по плану я должна была закончить этот инженер, потом дальше магистратуру учиться на аэродинамику, типа эти самолеты, это все, чертеж делать. То есть хороший был план. Но мұғалімдік маған больше ұнады. Не себепті, даже мысалға галп тест бойынша да, вообще тесттер, психологический тесттер бойынша да маған мұғалімдік жағады. То есть я могу инженером побыть, аналитическое мышление, ну и могу тичером быть. Но тичером быть интереснее. Ну, типа, в мире столько профессий, и типа я выбрала тичерскую тему же. Типа, тичерство деген тема. А болмадыңыз? Аблак 20 күндік итбақта болдым, а так болмадым. 20 күндік абламысың? 20 күндік. Не да абла. Да. Кейде переаблалар болады, 6 жыл бойы абла болады. Мен чуть-чуть не дошла. 6 жыл 20 күн салыстырып көріңдер. Ладно. Келесі біздің талқылайтын қызық тақырып. Соңғы жалпы жаңалықтар бойынша жаңалық емес уже өтіп кетті сұрау. Ақпан, қазір ақпанның соңы, 2 ай бұрын бізде дәстүр деген подкаст мен разогрев күшті фильм шыққан, хоррор. Қарадыңыз ба? Мен жалпы сол хоррор фильмді қарамадым. Не себепті? Хоррор болған үшін десең, қарамасын деген маған совет келді. И я решила прислушаться к этому совету. Бірақ хоррор қарамайсыз ба? Бірақ қандай хоррор қараймын? Мен қараймын хоррор фильмы, это когда, допустим, клоун, оно, когда вот человек, я вижу, что это человек. А если такие больше такие, типа, spiritual things, то я стараюсь на такие фильмы не ходить. Одна, да. Сондықтан барған жоқсыз. Окей, то есть ол фильмде, неге мен оны қарамадым? Ол фильмде жалпы кішкене хоррор жері бар, иә, ужастик сияқты. И сол ужастик жағы маған қатты ұнамайды, сол үшін бармадым. Бірақ фильм мен білемін, то, что өзекті тақырыптардан шоу жасайды, үлкен проблемаларды Қазақстандағы және в общем әлемдегі проблемаларды көрсетеді. Сіз содан кейін қандай ой болды сізде?
мақтаныш сезімі пайда болды ма Қазақстан үшін осылай түсіріліп бастаған үшін қозғалған үшін тақырып. Жалпы Қазақстан, именно Қазақстанда фильм индустриясында ол үлкен андай прорыв деп айта аламын, потому что андай до этого вроде сондай фильмдер болмады. Жаңа фильм, тематикасы да өте қызықты, андай өзекті, и қазіргі жағдайларға байланысты андай адамдардың, иә, көбінесе андай кішкене кругозор дейді ғой, соны ашуға көмектеседі. Там вроде, насколько я знаю, фильмнен кейін не статистика да беріледі. Конечно, наверное, барлығы оқымайды сол статистиканы, но хотя бы оқығандар үшін это уже плюс, да, кім оқыды. То есть это уже такой большой шаг к светлому будущему. Жаңа Қазақстан политикаға кетіп қалсаң, жалпы әйел адамдардың құқығы туралы не ойлайсыз? Фильмнің шығатын тақырыбы бізде әйел адамдардың құқығы, Қазақстанда оны қорғалуы. Сіз ол туралы жалпы Қазақстан емес, поверхностно айтсақ. Жалпы құқық жағынан, мысалға да, азамат, Қазақстан азаматы ғой, там или басқа мемлекеттің азаматы, құқық жағынан неге гендерға неге бөлінбеу керек? Әйел, еркек барлығын қарастыру, барлығын қорғау керек, одинаково. То есть мына жерде типа әйел қиналып жатса, әйелді дұрыс қорғау керек, ер адам қиналып жатса, ер адамды дұрыс қорғау керек, бала болса, баланы қорғау керек. Бізде өкінішке орай кішкене кейстар не очень болуы мүмкін, соған қатты кірмей қояйық, но жалпы мен ойымша әр адам, әр азамат өзінің мемлекетінде өзін қорғалғанын сезіну керек, иә. Вот. Получается, сіздің ойыңызша гендерге бөлместен барлық адам біркелкі қорғалу керек, олар өздерін еркін сезіну керек, иә? Иә, әрине, өйткені мысалға бізде әйел тарапынан біз көп естиміз, бірақ ер адамдарда бар, мысалға бытовое насилие деген, то есть мына жақта бытовое насилие бар болған кезде оны гендерге бөлмеу керек деп өзім ойлаймын. Бытовое насилие, потому что оно может быть совершаться к мужчине и к женщине, и к ребенку, то есть разным полу, да, и возрастной, да, есть разные эти кейсы. Из этого я считаю, что нужно, чтобы всех вместе, да, бөлмей, типа, әйел адам қиналса, әйел адамға қарай жаман нәрсе жасалып жатса, әйел адамды қорғау керек. Ер адамға жасалса, да, вдруг кейстер бар болса, ер адамды қорғау керек, баланы да қорғау керек. Бізде көбінесе, конечно, Қазақстанда әйел жағы қиналады көбінесе, статистикаға қараған кезде, сосын упор қазір әйелдерге беріледі. Бірақ сіз заңды барлығына бірдей ету керек деп ойлайсыз, және осының жеке осындай. Я, в идеале, по идее, барлығына бірдей, просто это не делается кішкене. Окей, түсінікті. Кішкене нормально так не делается. Әйел адамның, біз жалпы әйел адамдар деп айтып, себебі біз қызмет жасаймыз. Біз өзімізді қалай қорғау керекпіз деген сияқты темаларды. Жалпы сіз лицейге, жалпы біз қыздармыз, бөлініп оқимыз лицейге. Сіз сол кезде лицейге түскенде сізде сондай неге қыздар мен ұлдар бөлек оқиды деген сияқты ойлар болған жоқ па? Ойлар... Я до 7 класса училась так с пацанами, обычно, гимназияда оқыдым. Сосын лицейге түскен кезде, наоборот, қызығырақ болды. Мынандай, да, кейстер, тогда пацаны такие включают. Мына жерде лицейде жүрген кезде, во-первых, полностью можешь раскрыться дегенде, қыздардың арасында, потому что андай ұлдар жағынан буллинг болмайды. Буллинг қандай нәрсе, типа андай тиіспейді деген. Менің кезімде біздің класста қатты буллинг ештеңе болмады сондай. И сол үшін тема өтті лицейлік кездері. Ана жерде юбкамен формамыз бар, бордовая юбка, галстук, жилетка, еще пиджак есть. И біз сол юбкамен клетчатую и таңертең, и кешке, и сонымен комната жинайтынбыз, сонымен жүріп. Очень удобная юбка, до сих пор у меня есть дома. Она чуть такая короткая, не подходит к... Подросли. Айтпа. Вот. Так что менде андай неге біз бөлек оқимыз деген ой қатты болмады. И тем более біз олимпиадаларды всегда оларды бірге, всегда ұлдарды көресің. Лицей, да нет, нормально у нас было. И лицей, типа,
жизнь лицеем же не ограничивается же. Есть же еще, допустим, выходные, если у тебя там друзья есть, там, бывшие одноклассники или вообще друзья в целом другого пола, то можно с ними так повстречаться на выходных. Получается, андай олармен сөйлеспеу, сөйлесу деген сияқты проблема болған жоқ. И ол лицейде негізі обычно не бывает, да? Лицейде мен мұғалім болып, мен Астана қыз, Павлодар қызда, және де қазір Ақтөбеде жұмыс жасап жатырмын, бірақ мен еще Петропавлда 2 жыл жұмыс жасадым. Бізде Петропавл ұл мен қыз аралас оқиды. Ұл мен қыз аралас оқыған лицейде и қыздар оқыған лицейдегі проблемалары екі түрлі. То есть ұл мен қызда кішкене басқаша проблемалар, лицейдің қыздардың проблемасы басқаша. То есть плюсы, есть минусы, короче, во всем есть плюсы и минусы. Это как уже человек уже покажет себе. Получается, сізге вообще жақсы әсер етті қыздармен ғана оқыған, бірақ ұлдармен общение, печенье, это все было нормально тоже, да? У меня проблем не было, потому что у меня были свои принципы. То есть у меня такие принципы были, типа, лишний раз как-то не общаться. Это уже мои личные принципы. То есть семьядан келген, мен отбасынан келген принциптер, андай мысалға саған ер адам қолын берсе, қолын алмау деген. Это уже менің личный принциптер. Но в целом былай қараған кезде мен одноклассницаларымда проблем болған. Да, жалпы барлық адамға байланысты. Егер адамда андай принциптер өздері болса, мысалы ер адаммен сөйлескім келмейді. Там ер адам қолын ұстағым келмейді. Окей, сөйлесем, но андай қашықтықта, дистанция ұстау деген. Тогда это уже право этого человека, это тоже нормально. И общаться тоже норм. Но всегда нужно знать, типа, в меру общаться. Типа, слишком жабысып тоже, типа, не очень. Это мое мнение. Но біреу жабысып жатса, это, типа, it's her choice. И окей. Так, теперь у нас закончилась тема с пацанами, закрываем, типа. Наконец-то! Жалпы, сіз өмірдегі бір қызық ситуацияны бере аласыз ба? Лицейде болған ең есте қалатын, содан кейін как будто у вас жизнь ярче стала, что ли? Изменилось? Изменилось, это, наверное, был один кейс с моей облажкой. Рахат Абла, hello. Она сейчас в Америке, да? Был такой кейс. Абла деген адам, әпке деген адам, ол не? Бізде әр қызбен всегда андай, әр қызды өзіне қарата алу керек деп мен ойлаймын өзім. Потому что и так Абла деген, әпке деген адам, ол 24 жеті лицейде, қыздарды жатақханада бірге тұрады, қыздармен жүреді, қыздарды жақсы білетін, қыздар да ол әпкеге жақын болатын адам. Вообще сондай. И я помню, мен лицейде оқыған кезде 7 класс па, 8 класс па есімде жоқ точно. Но әпкеге мен келіп айтқам, әпке, я хочу кушать, что делать? Андай лицейде тұратын проблемалардың бірі, это когда ты голодная вечером. Вечно еды нету, вечно голодная, ходишь. Вот. И мен солай барғам, әпке, я хочу кушать, что делать? Әпке айтты, хорошо, мен алып келем деді, бара бер деді. А ол каждый айта бермейді солай. Возможно, ол айтады каждый, бірақ мен білмеймін ол нәрсені. Типа, для меня это казалось, что типа чисто она для меня это делает. Сосын мен ұйықтадым, уже ұйықтап қалдым, я тыш болдым, мен ұйықтап қалдым, вообще забыла про это. И она приходит, сколько, в час ночи, что ли, меня будет. У меня в лицее называли пончиком. Пончитос, пончик, короче, я тұрам. И она так тост держит и сок держит в руках. Ночью, час ночи. Это тебе, дедит. Сосын андай, вот, и мен ояндым. Хоть я уже забыла, по идее, она же могла забить на это. Типа, ұмыта салуға, типа, это уже ночь. Тұрдым, жедім. И андай, как сказать, бір андай әрекет, мен андай, өте қатты жүрегіме тиді, то, что я до сих пор помню, то, что она не забыла то, что ее ученица, то есть она обещала, она это сделала. Несмотря на то, что это было час ночи. Типа, и андай, и біздің Абла всегда андай ежі, каждыймен бір-бірден сөйлеседі. И каждый ойлайтын то, что Абланың любимчигі ол деп. Вот біздің класста каждый думал, что я любимец Аблашки. Но на самом деле, оказывается, Аблашка со всеми хорошо общалась.
Это мы потом узнали, потом, когда она ушла. А так, типа, Абланың сондай жұмыс жасағаны настолько она хорошо работает, то что әр қыз оны андай ерекше жақсы көрген. И ол әр қызды ерекше жақсы көрген. Вот. Содан кейін маған адамдарға деген көзқарасым өзгерді. И андай өмірдегі принциптердің бірі уәде берсең, оны жасау керексің. Неважно, это типа на работе, с девочками, в жизни личной, мындай нәрсе. Сен уәде бересің ба, будь добра, оны жаса. Бет алды уәде берме деген. Өте қуаныштымын мына подкастқа келгенімге. Подкаст соңына таяды. Берілген уақытта үлгердік деген ойдамыз. Сағат 1 болып. Достар біз үлгердік. Рахмет шақырғандарыңызға. Біздің подкаст қызықты болды деген үміттемін. Кішкене қазақшамда акцент бар болуы мүмкін. Қатты оған қарамаңыздар. Главное, қандай ниетпен біз мұнда келдік. Вот. Рахмет. Желаю процветания.